الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر. 12 сабақ. الثعلب والعنقود. Түлкі және жүзімнің бір уысы, немесе жүзімнің шағы десек те болады. Мушахада, көру, лаунун, түр-түс, рутоп, құрма, идаун, өлу, өлтіру, буғыта, қалау, көксеу, тааб, қиыншылық, сайын, тырысу, имканун, мүмкіндік, тулуға, шығу, джоуф, қарын, ләхәб, өртену, хисрин, піспеген, хаса, қор болу. Хикаятун ан сә'ләби қад марра уасат ал-айнаб. Жүзімнің ортасынан өткен түлкі турасындағы хикая. Ва шахада ал-унқуда фи лаунин ка лауни зәхәб. Алтынның түр-түсі сияқты жүзімнің бір уысын көрді. Ва ғайра мин джинсихи асвада мисла рутоб. Ол қара құрма сияқты, жіне пішіні басқа, түрі басқа. Вал-джу'у қад әуді бихи бa'д ал-азан al-магриб. Шам азанынан кейін аштық оны өлтіріп бара жатырды. Фаджа ямбағи әкләтен минху вәләу биттабб. Қиыншылықпен болса да, егер қиыншылық болса да, ол қалады, ол келді, қалап жейтін нәрсені қиыншылықпен болса да. Са'a фама әмкәнә ән ятла'a фауқал хашаб. Тырысты, мүмкіндігі болмады ағаштың үстіне шығуға. Фараха мислама әтә ва джауфуху фил ләхәб. Келгені сияқты қайтып кетті, және іші оның өртенді отпен. Отта өртенді дейді іші. Ва қала хаза хисрмун раайтуху фи халаб. Сонда айтты, бұл піспеген деді. Көрдім оны Халабта. Халаб Сириядағы Алеппо деген қаласы. Алеппода көрдім. Қала лахул унқуд бәл хасита фазхаб я ғаби. Сонда оған жүзінің бір уышы шағы айтты. Бәлкім сен қор болдың. Бар енді ақымақ деді. Тулы лисани фил хауа ва қасирун фи зәнәб. Тілдің ұзыны ауада, қысқасы құйрықта деді. 12-ші тәмрин. Қазақша сөздерді арабшаға аудару. Бір уыс жүзім жедім. Әкәлту айнабыл унқуд. Орманда түлкі көрдім. Шахатту сә'ләб фил ғаба. Қарным ашты. Джи'ату, немесе ана джай'у. Тәртен саған барамын. Әзхабу илейк субахан. Түлкі өте айлакер аң. Әс-сә'ләб хайуанун мәкірун жидден. Ахметтің ауласының жанынан өттім. Марарту биджаниби финай Ахмет. Аз болса да маған берші. Аътини валау қалилан. Саған баруды қолдаймын. Уайиду зәхәб илейк. Қысқа қабырға. Жидар қасирун. Ұзын тіл. Лисанун тауил.